Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қызымыз екеуміз өте дәмді блинні дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен 2 жұмыртқамызды алып, чашкамызға видеодағындай жарып аламыз. Одан кейін қантты қосып, екеуі біріккенше араластырамыз. Әбден біріккеннен кейін сұйық майымызды, сүтімізді құйып, барлығын біріккенше араластырамыз. Әбден бірігу керек. Одан кейін барып, ұнымызды ситадан өткізіп қосамыз. Әбден біріккенше араластырамыз. Біріккеннен кейін разрыхитель қосамыз. Оны да әбден араластырамыз. Дайын болды біздің қабырымыз. Енді сковородкамызға кішкене май қосып, үстінен жаңағы дайындаған қамырымызды құйып, газға пісіреміз. Осылай блиннің беті көп бүршіктеніп пісуі қажет. Одан кейін келесі рет екінші жағын араластырып пісіріп аламыз. Осылайша барлық блинныларымызды пісіріп аламыз солай. Видеодағындай. Одан кейін дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып подписаться етуді ұмытпаңыздар.